Спорт саласына өзіндік өрнек сала білген Аманкелді ауданының құрметті азаматы, палуан Орынбай Сейдағаламовтың есімі республика, облыс, аудан жұртына елеулі. 30 жылдан астам уақытын торғай спортына арнаған атамыз 1945 жылы Қостанай облысына қарасты Аманкелді ауданы Үрпек ауылында дүние есігін ашты. Әкесі Сейдағалам Әбдірахманов, анасы Балжан Қожабекова мықты палуандар болған. 1961 жылы Жанауыл орта мектебін тәмамдап, аудан орталығындағы СПТУ-да оқып, тракторшы, комбайншы мамандығын алды. Бала кезінен күреске жақын болған Орынбай ата 17 жасында түйе палуан атанып, 300 сом жүлде алған екен. 1963 жылы Иманов совхозының жолдамасымен Алматы ауыл шаруашылық инженер-механикалық факультетіне оқуға түседі. Самбо күресіне қатысып, Алматы қаласының чемпионы атанады. Жеңісі жетістіктері көбейе берді. 1970 жылы самбо мен қазақша күрестен КСР және Қазақстан спорт шебері, 1999 жылы спортқа еңбегі сіңген жаттықтырушы, 2012 жылы Қазақ КСР дене шынықтыру және спорт тәрбиесінің еңбек сіңірген қызметкері, Аманкелді ауданының құрметті азаматы атағына ие болды. 1963-1980 жылдар аралығында Қазақстан құрама командасына мүше болып, Ташкент, Воронеж қаласында өткен жарыстарда Орта Азия чемпионы атанды. 1966 жылы Байқал сырты әскери округінің Алматы, Чита қалаларының чемпионы болды. Орынбай Сейдағаламов 80 жасқа таяса да салауатты өмір салтын ұстанады. Сергек әрі ширақ. Ардагер спортшының жауырыны жерге тимеген, дзюдо, самбо, қазақ күресімен айналысып жүргеніне 60 жылдан асыпты. Ол жаттықтырушы болған жылдары ел және әлем чемпиондарының бірнеше буынын дайындап шыққан. Боз кілемнің баһадүрі 2 мәрте Грекияда, Чехословакия, Болгария мен Марокко, ақш-та өнер көрсеткен. Ардагер спортшының күні таңғы 6-да велосипед теууден басталады. Сапалы өмір сүру қағидасын құптайтын спортшымыз талай жылдан бері тек бір салмақты сақтағанын айтады. Спортты тастамау үшін 63 жасымда жеке көлігімнің орнына велосипед сатып алдым дейді салауатты өмір салтын ұстанған Орынбай атамыз. Жасын келді деп құр жатпай, керісінше жастармен бірге жаттығып, бойындағы күш пен жігердің арқасында ардагерлер арасындағы әлем чемпионатында жүлдегері атанған. Қажыр қайраты қайтпаған қазақ балуанының өмірі бізге атақты Қажымұқан бабамыздың шет елдерде көрсеткен өнерін еске түсірді. Спортты сенімді серігіне айналдыра білген жаның ұдайы сергек жүретінін міне осыдан көруге болады.